Сәлеметсіздер ме? Біз алдыңғы өткен видеода бөліктеп интегралдағы есептер шығарған едік. Енді тағы да сол тақырыпта есептер шығарайық. Енді басқаша түрлерін шығарамыз. Бірінші бізге x мындай интегралдар берілсін. Тригонометрияға қатысты интегралдар. X синус x dx. Егер бізге тригонометриялық функциялар берілсе, біз u деп x саламыз. X тең u. Және бұл жерден енді туындысын алатын болсақ, dx тең duға. Осындай болады. Енді келесі бізде қалған бөлігін v dv деп алатын боламыз. v dv бізде v dv деп аламыз. Синус x dx. Енді осы екеуінен де интеграл алатын болсақ, v синустың интегралы бізде минус косинус x. Минус косинус x. Мына жерде сәл қуып кеттім. Енді осы жерден бізде келесі шығатын алдындағы біздің формуламызды саламыз. Формуланы жазып қояйық мына жерге. Егер бізге u dv деген интеграл берілсе, uv минус v du. Осы формуланы саламыз. X так. Бізде u x-ға тең. X v бізде алдына минус жазамыз, косинус x. Және де минусын жазып қоямыз. v бізде минус косинус x, мына плюс u кетеді сол кезде. Косинус x. du бізде dx-ге тең. Енді осыдан тағы да интеграл аламыз. Косинус x плюс косинус x-ның интегралы бізде синус x. Плюс. Осымен бірінші есеп шықты. Келесі екінші есепті шығарайық. X квадрат косинус 2x деген интеграл болсын. Бұл жерде енді есебіміз сәл күрделі, себебі бұл жерде бізге екі рет интегралдау қажет болады. Бірінші әдеттегідей x квадратты u деп алайық. Екі жағына да туындаламыз. 2x dx тең болады duға. Ал қалған бөлігін косинус 2x dx-ті біз dv деп аламыз. Сонда бізде екі жағынан интеграл алатын болсақ, косинустың интегралы синус x. Синус 2x. Ішінен туынды алып, оны бөліп жазамыз. Бөлінген 2 тең v. Енді осы жерден әрмен қарай жалғастыратын болсақ, формула қоямыз. X квадрат v-ның орнына бізде синус 2x бөлінген 2 синус 2x бөлінген 2 минус интеграл v бізде нешеге тең? V бізде синус 2x 2-ден 1-ді алдына жазып қояйық. v duға тең. du бізде 2x. Тағы да 2x-ге тең. 2 мен 2-ні қысқартып жіберейік. Енді бұл жерде бізде тағы да бөліктеп интегралдау қажет. Өйткені бізде мына екеуінің x пен синус 2x-ның көбейтіндісі тұр. Бұл жерде тағы да соны жасаймыз.
Сонда бізде мына жерге дұрыстап қысқартып жазайын. Синус 2x x dx қалып кетіпті. Бірінші мына алдындағысын тура осылай, жоқ басқаша. Бірінші тағы да u-ды неде болатынын жазып алайық. u-ды x деп аламыз. du тең dx-қа және де синус 2x жерде dx бар. Синус 2x dx бізде тең болады. Неге? dv-ға тең болады. Енді осы жерден екеуінен де интеграл алатын болсақ, синус x-ің интегралы минус косинус x минус косинус 2x тағы да бөлеміз 2-ге тең v-ға. Осылай жаздық. Енді тағы да орындарына қойып жазамыз. u бізде x-ға тең, v бізде минус 2-ні мына жерге жазсақ, косинус 2x uv минус v-ду минус, бұл жағы минус мен плюс болып кетеді. Косинус 2x 2-ден 1-ді жазып қояйық. dx бізде дуға тең. Тексеріп жүрейік. Және бізде басында мұнда x квадрат синус 2x деген басындағы неміз қалып кетіп, соны жазып қояйық. Енді әрмен қарай жарайық. Тек дұрыс па? Косинус 2x dx 2-ден 1-ді алдына жаздық. v du тең dx-ға. Дұрыс сияқты. Енді келесі бізде осы басындағы өрнегіміз бойынша жазайық. x бөлінген 2 синус 2x минус x бөлінген 2 косинус 2x плюс мынадан да интеграл алатын болсақ, 4-тен 1 синус 2x dx болады екен. Және алдында минусы бар болғандықтан біз жүріп минус деп жазамыз. Плюс екінші есепті шығардық. Енді келесі үшінші есепті шығаратын боламыз. Үшінші есеп бізде x-ің квадраты e-нің 2x дәрежесі dx. Енді үшінші есепті тура жаңағыдай x-ті u деп аламыз, x квадратты u деп аламыз. Сонда 2x dx бізде тең болады du-ға. Қалған бөлігін dv-ға теңестіреміз. e-нің 2x дәрежесі dx. Екі жағынан да интеграл аламыз. v e-нің 2x дәрежесінің интегралы e-нің 2x дәрежесі. Мына жерден туындаламыз, астына бөлу ретінде жазамыз. Бұл енді әрмен қарай формулаға саламыз. uv x квадрат v бізде e-нің 2x дәрежесі және v-ду минус v бізде 2-ден 1-ді жерге қояйық. ду бізде 2x dx. Бұл жерде де тағы да сондай жағдай орын алып тұр. Тағы да 2 рет интегралдауға қажет болады. Мұнда біз
x u деп аламыз. dx тең дуға. Келесі қалған бөлігін e-нің 2x дәрежесі dx-ті dv деп аламыз. Бізде бұл жерде v тең болады екен, сонда e-нің 2x дәрежесі интегралын алатын болсақ, астына 2-ні бөлі деп жазамыз. Жаңағыдай шықты. Сосын тағы да осыны жазатын боламыз. Қуып жатыр. Сәл мен сияқты. uv. u деген орнына x жазамыз. v-ның орнына e-нің 2x дәрежесі бөлінген 2. uv-ны жаздық. Бағанағы ұмытпаймыз. x квадрат плюс e-нің 2x дәрежесі. Бағанағыны ұмытпаймыз. Содан кейін v-ді u-ді жазамыз. e-нің 2x дәрежесі бөлінген 2. du бізде dx-ға тең. Енді есебіміздің соңына жақындаған сияқтымыз. e-нің 2x дәрежесі бөлінген 2 плюс x-тің квадраты e-нің 2x дәрежесі бөлінген 2. Содан кейін минус мынадан интеграл алатын болсақ, бізде e-нің 2x дәрежесі өзі қалады. Астына біз мынадан туындалып көбейткен кезде 4 болады. Осымен интегралымыз шықты, сосын плюс с деп береміз. Осылайша біз енді бөліктеу интегралдауға қатысты алдыңғы тақырыптан бөлек күрделірек есептерді қарастырып көрдік. Рахмет, соңына дейін көргендеріңізге сау болыңыздар.